Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге үй жағдайында жасалатын мини пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және де менің әрбір салған рецепттерімді жоғалтып алмас үшін және де бірінші болып қарау үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай ыдысымызға ұнымызды салып, оның бетіне ас қасықты толтырмай дрожж саламыз, яғни аштық. Одан кейін шай қасықпен жарты қасықтай тұз саламыз. Одан кейін жылы сумен қамырымызды илейтін боламыз. Мен осылай шамалап сұйық май құйдым. Қамырымыз жұмсақ болып шығу үшін. Енді қасықтың көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен осылай жұмсақ қамырды илеп аламыз. Мінекей, енді ары қарай қолдың көмегімен қамырдың басын біріктіріп, жұмсақ қамырды илейтін боламын. Содан кейін бұл қамырымыздың біз көтерілгенше, яғни 1 сағатқа қойып қоямын. Демалдырып, қамырымызды тынықтырып, осылай бетін жауып қоямын. Мінекей, енді менің қамырым өздеріңіз көріп тұрғандай, видеодағыдай, қамыр көтерілді. Енді осы қамырды мен қазір өзіме ыңғайлы етіп 4 бөлікке бөліп аламын. Содан кейін осы қамырдан мини пицца жасаймын. Мінекей, осылай барлығын теңдей бөліп алдым. Енді осыны оқтаудың көмегімен осылай қамырымды жұқартып жайып аламын. Содан кейін жиектерін қайырып шығамын. Енді осыны мен қазір профиліңге салып, екіншісін жазамын. Екіншісінде дәл осылай жиектерін қайырып шығамын. Мінекей, менің мини пиццамның қамыры дайын болды. Енді осының үстіне қазір мен салмасын саламын. Мінекей, мен қазір ең алдымен екеуін пісіріп аламын, содан кейін екеуін пісіретін боламын. Астына міне кетчуп немесе томатный пастаны жағуға болады. Мен бұл жерде томатный пастаны қолдандым. Негізі менің алдыңғы видеомда пиццаның қолдан жасаған соус бар, немесе солай да жасауға болады. Мен пиццаны әртүрлі соуспен жасай беремін. Мінекей, помидорды кубиктеп турадым. Одан кейін оның үстіне теркіден өткізілген ірімшікті салдым. Енді осыны мен қазір 190 градуста 15 минутта пісіріп алатын боламын. Мінекей, мен духовкаға салдым. Енді қазір мен оны 15 минутта пісіріп аламын. Мінекей, пиццамыз дайын болды. Өте жұқа және де жұмсақ болып шықты. Достар, менің пиццам сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп қойыңыздар және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.